Баршаңызға сәлем. Арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сізге қарапайым және қолжетімді құралдармен үйде тістерді қалай ағартуға болатындығы туралы айтып беремін. Егер сіз күлімсіреуді жарқын етіп және тістеріңізді ағартқыңыз келсе, бірақ кәсіби процедураларға ақша жұмсағыңыз келмесе, бұл видео сіздерге пайдасын тигізеді. Бірақ бастамас бұрын, арнамыздағы жаңа пайдалы кеңестерді жіберіп алмау үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Емдеу тәсілдері туралы сөйлесуді бастамас бұрын, тістердің не үшін қараюы мүмкін екенін қарастырайық. Кофе, шай, қызыл шарап және газды сусындарды тұтыну. Темекі шегу, тіс күтімі жеткіліксіз. Эмальдің табиғи қартаюы. Үйде тістерді тазалау сақтықты қажет ететінін есте ұстаған жөн. Үйдегі дәрі-дәрмектер тиімді болуы мүмкін, бірақ оларды шамадан тыс қолдану эмальді зақымдауы мүмкін. Әрқашан сақтық шараларын қолданыңыз және қажет болған жағдайда тіс дәрігерімен кеңесіңіз. Үйде қолдану әдістері. Бірінші әдіс – ас содасымен 3% пероксидпен ағарту. Қолдану әдісі – жарты шай қасығы ас содасын бірнеше тамшы пероксидпен паста болғанша араластырыңыз. Кәдімгі тіс пастасы сияқты тістеріңізге жағыңыз, тістеріңізді 1-2 минут бойы ақырын тазалаңыз. Осыдан кейін аузыңызды жақсылап шайыңыз. Қолдану жиілігі эмальға зақым келтірмеу үшін аптасына 1-2 реттен көп емес. Екінші әдіс – белсендірілген көмір. Қолдану әдісі – 1 таблетка белсендірілген көмірді ұнтақтап, тістеріңізді щеткамен тазалаңыз. Көмір тістерге зақым келтірместен беткі дақтарды кетіруге көмектеседі. Қолдану жиілігі аптасына 1-2 рет. Үшінші әдіс – кокос майы. Қолдану әдісі – тістеріңізге аз мөлшерде май жағып, аузыңызда 5-10 минут ұстаңыз. Май салдардан арылуға және тістерді осылай ағартуға көмектеседі. Қолдану жиілігі аптасына 2-3 рет қолдануға болады. Төртінші әдіс – алма сірке суымен ауызды шаю. Қолдану әдісі – алма сірке суын 1:3 қатынасында сумен сұйылтыңыз және ауызды шаю ретінде қолданыңыз. Бұл әдіс дақтарды кетіруге және бактерияларды жоюға көмектеседі. Қолдану жиілігі эмальға зақым келтірмеу үшін аптасына 1-2 рет. Әсерді қалай күшейтуге болады? Тұрақты гигиена күніне 2 рет щеткамен тазалаңыз, ауызды шайыңыз. Бояғыш сусындарды шектеңіз, кофе, шай және шарап тістердің қайтадан қызаруына әкелуі мүмкін. Темекі шегуден аулақ болыңыз, бұл тістердің сарғаюына ықпал ететін негізгі факторлардың бірі. Сіздермен бөліскім келгені осылар еді достар. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.